Еліміздің тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 28 жыл. Осы жылдар ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында ел болмақ. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің әкімшілік ғимаратында 16 желтоқсан Қазақ мемлекетінің тәуелсіздік күні атты салтанатты іс-шара өтті. Кеш күмбірлеген күй ырғағымен басталып, университеттің ректоры, профессор Төлеген Мұхтар Әділбекұлының құттықтау сөзімен жалғасын тапты. Біздің тәуелсіздігіміз оңайлықпен келген жоқ. Өйткені қаншама осы тәуелсіздіктің жолында батырларымыздың қанқұйлы осындай соғыстың арқасында ерекше бір жаңағы аңсаған арманымызға осындай тәуелсіздікке жетіп отырғанымыз бұл жастардың, батырлардың, хан билеріміздің, небір біздің жаңағы әділеттігін атқан билердің арқасында болып отыр. Сондықтан біз тәуелсіздігімізді қастерлеуіміз керек. Біз үшін бұл ұлы мереке. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 28 жылдығына орай біздің университеттердің бір қатар профессорлық оқытушылық құрам және қызметкерлері университеттің ғана емес, халықаралық аренада өз елін даңққа бөлеген студенттер марапатталды. 1991 жылы дүниеге келдім, тәуелсіздіктің құрдасымын. Сол себепті бұл мереке мен үшін осы өмірдегі ең қуанышты мерекелердің бірі болып есептелінеді. Тәуелсіз елмен тәуелсіз болуға барлық жастарды шақырамын. Мықты болыңыздар, күш қуат болсын. Жастарға сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Барша біздің Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұжымын құттықтаймын. Іске сәт, қуанышты күндерде жүздескенше. Түбегейлі тереңдікті теңіздің түбінен емес, тамырлы тарихтың сан түрлі тармағынан тарта білгеніміз дұрыс. Болашаққа жарқын болжау жасаған жалынды жастарға тәуелсіздіктің тұғырлы екендігін аталмыш кеш ұғындыра білді. Ендеше көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Қуат Жібек, Кимадиева Лаула, Алтай жастары студенттер телерадио кешені.